Құстарға қамқорлық бастамасын Шымкент қаласының зоологиялық саябағы қолға алып отыр. Мұндай игі шара 1 сәуір халықаралық құстар күніне дайындық екен. Дендра саябаққа жиналған ерікті оқушылар құстардың ұяшығын ағаштарға орнатып шықты. Аталған акция жыл сайын өткізіледі. Осы арқылы оқушылардың қала тұрғындарының экологиялық мәдениетін көтеріп, қоршаған ортаға құрмет көрсетіп, табиғатты аялау білуге шақыру дейді ұйымдастырушылар. Шымкент зоологиялық бағы білім басқармасына құстарға ұя жасау бойынша ұсыныс берген болатын. Нәтижесінде оқушылардың қолымен жасалған 1000-ға жуық ұяшық жиналды. Оқушылармен табиғатты байланыстыру, яғни оқушылар өздерін жаңағындай бейжай қарамайтын табиғатқа, құстарға солай өзінің еңбегі арқылы осы ұяларды жасау арқылы көрсетті. Біз зообақ ұжымы осы жаңағындай арнайы байланыс бар болғасын осы дендропарк ұжымына, яғни талдарға, ағаштарға қазір қондырып жатырмыз, жайғастырып жатырмыз ұяларды. Енді ертең оқушылар өздері жаңағындай қыдырып келгенде осы дендропаркта өзінің еңбектерін көретін болады. Бұл жерде нақты оқушылар көмекте шыққан жоқ, олар жасап келді ұяларды. Бұл жерде кәдімгі қарап отырсаңыздар, еріктілер осы жаңағындай дендропаркке қыдырып келген, яғни қала тұрғындары немесе қонақтары өзі ерікті түрде осыған қолғабыс етейік деп осылай көмектесіп жатыр. Ертең өзіміз арнайы зоопарк пен дендропарктың қызметкерлері орнату керек негізі. 500-ге жуық ұяшық Дендра саябақ пен зоологиялық баққа орнатылады. Қазір қаладағы өзге де саябақтарға да ұсыныс беріп жатырмыз. Қолдау тапса, ерікті жастардың көмегімен құс ұяшықтарын орнатуға дайынбыз деді Шымкент зообақтың биолог қызметкері Бағдат Әмзебекұлы. Диана Ахметқызы, Абдуғани Ғайбулаев, Роман Примкулов, Әділет ақпарат.